Саламатсыздар ма? Бүгін біз 5-ақ минутта қандай десерт жасауға болатынын көрсетеміз. Иә, неме? Бізге осындай ыдыс керек. Және осындай крекет печенье. Осылай қойып шығамыз печеньемізді. Және 2 жұмыртқа. Жұмыртқаның біз сарысын бөлек алып аламыз. Жұмыртқамыздың 2 сарысын газге қойып, үстіне 100 граммдай қант саламыз. Және екеуін араластырамыз жақсылап. Және үлкен қасықпен 1 қасық кукурузный крахмал. Газдың астын ақырынға қоямыз, қатты қоймаймыз. Үстіне 1 стакан сүт. Және тағы да жақсылап араластырамыз. Креміміз қоюланды. Не осындай қою болу керек. Енді газымыздың астын сөндіріп, үстіне осындай шай қасықпен 1 қасық сливочный май салып, тағы араластырамыз. Майымыз ерігенше. Креміміз дайын болды. Енді кішкене суытып аламыз. Печеньеміздің үстіне кремін салмас бұрын печеньеларымызды үстке батырып аламыз. Печеньеларымызды үстке батырып алдық. Енді креміміз салқындады. Осы кремімізді алып, осылай біркелкі қылып жайып шығамыз. Қандай сырты бәрі жабық ыдыстарыңыз болса, соған жасауға болады. Және екінші слойды да солай. Осылай сүтке батырып алып, үстіне қойып шығамыз. Так, енді қалған кремімізге кішкене какаоны қосып араластырамыз. Осындай шоколадный болады. Тортымыздың екінші слойына. Торт та, пирог па енді қойып откен.
Мына печеньемізді сүтке чтоб мына креміміз тез сіңу үшін салып алдық. Неге салып деп ойлап жатсаңыздар. Және келесі слойына да осылай сүтке батырып қойып шығамыз. Енді бізде бетіне шоколад құямыз осы десертіміздің. Осындай любой бір шоколадты алып, ыдысқа су қайнатып, соның буына, соның парына осы шоколадымызды ерітеміз ішіне салып. Тәттіміздің бетіне шоколад жағып болдық. Енді кішкене какао сеуіп жүреміз бұлай. Тәттіміз дайын. Енді бір сағат, жарты сағат көлемінде салқын жерге қоя тұрамыз. Сосын жей берсек болады. Ал бисмиллах десертімізді дәмін көрейік. Мына бетіндегі шоколад. Ал енді бисмиллах дәмін көрейік. 5-ақ минутта мынандай тәтті десерт болады деп ойламаған шығарсыздар. Печеньесі де бәрі жұмсақ. Керемет. Міндетті жасап көріңіздер. Сіздерге айтты ұнадамыз, ал біз шай ішуге кеттік. Тәттіміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналға қосылып, лайк басып, комментарий жазамыз. Сау болыңыздар.